Білім таусылмайтын қазына, ал мектеп сол қазынаның кілтін ұстатқан алтын ұя. Ардақты да алқалы көрермен, осы видеода білімнің жарқын жолында өзіндік орны бар тарихи терең жетістігі мол алтын ұямыз номері 1 тірек мектебінің тыныс-тіршілігіне жеткен жетістіктеріне көз жүгіртпекпіз. Біздің мектебіміздің тарихы 1986 жылдың 1 қыркүйегінен бастау алады. Болқышев көшесінде 375 орындық жаңа жалпы білім беретін мектеп есігін айқара ашты. Мектептің тұңғыш кілтін Байбосынова Анаркүл алған болса, кейіннен Смайлов, Шабаз, Сағадиева, Шарипа сынды білікті басшылар мектептің іргетасын нығайтты. Қазіргі таңда 2022 жылдан бастап мектепті Төлегенова Жанар басқарып келеді. Мектептің материалдық техникалық базасы да уақыт талабына сай жаңарып жетілдіруде. Әсіресе 2022 жылы Қазақстан халқына қорының 200 миллион теңге білім беру сапасын арттыруға қомақты үлес қосты. 2 қабатты жалпы ауданы 3228,9 шаршы метрді құрайтын мектеп ғимаратында оқушылардың сапалы білім алуына барлық жағдай жасалған. 29 оқу кабинеті және оқу залы бар. Робототехника және STEM оқу кабинеттері заманауи білім беруге жол ашады. Бір асхана, бір мәжіліс залы 70 орындық, бір мұражай, бір кітапхана 170 шаршы метрлік кіші спорт алаңы мен жабық спорт кешені балалардың спортпен шұғылдануына, салауатты өмір салтын ұстануына тамаша мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта мектепте 516 оқушы білім алып, оларға 54 білікті мұғалім дәріс беруде. Мұғалімдердің сапалық құрамы жылдан жылға жақсарып, биылғы оқу жылында 50%-ға көтерілді. Номері 1 тірек мектебі тек қана білім беретін орын емес, сонымен қатар таланттар ұясы. Біздің оқушыларымыз бен командамыздың жетістіктері бұл біздің басты мақтанышымыз. Атап айтсақ, ауыл мектептерінің оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңіне мектебіміздің 41 оқушысы қатысып, өз білімдерін сарапқа салды. Нәтижесінде 1 орын 4 оқушы, 2 орын 10 оқушы, 3 орын 7 оқушы. Олимпиаданың қорытындысы бойынша ауыл мектептері арасында біздің мектебіміздің үздік команда 2025 атағына ие болып, 3 дәрежелі дипломмен марапатталды. Біздің мектеп бұл тек қабырғалар мен кабинеттер жиынтығы емес, бұл әрбір оқушының таланты ашылатын, білімге деген құштарлығы оянатын, болашаққа нық қадам басатын үлкен отбасы. Мектебіміздің дамуының басты қозғаушы күші біздің білікті де білімді ұстаздарымыз. Олар тек оқушыларды ғана емес, өздері де үнемі ізденіс пен кәсіби өсу жолында. Біздің педагогтардың республикалық және облыстық деңгейдегі маңызды кәсіби іс-шараларға Назарбаев зияткерлік мектептері ұйымдастырған республикалық интенсив ауылдық тірек мектептерді дамыту жобасы аясында өткен бұл іс-шарада мектеп дамуына бағытталған табысты тәжірибелермен бөлісті. Шабал Бейсенбеков атындағы 5 облыстық педагогикалық байқау біртұтас педагогикалық үдерісті тұлғалық тәрбие бағыты бойынша жүлделі 2 дәрежелі дипломға ие болды. Бұл жетістіктер біздің педагогтардың жоғарғы кәсіби деңгейін, олардың үздіксіз ізденісін және білім беру процесіне деген адалдығын көрсетеді. Біздің мектептің барлық іс-шаралары мен жетістіктері мектеп сайтында және әлеуметтік желілерде жарияланып отырады. Бізді қолдағаныңызға және бірге болғандарыңызға алғысымыз шексіз. Жаса, өркенде алтын ұя мектебім.